Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді жасымықтан жасалатын сорпаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымыздың астын жағып, өсімдік майын құямыз. Майымыз қызған соң, пиязымызды салып, қуырып аламыз. Пиязымыз осылай қызара бастаған кезде, енді бір араластырып аламыз да сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз де қуырылған соң, тағы да араластырып аламыз. Сосын томатымызды қосамыз. Томатымыз 1 минуттай қуырылған соң, алдын ала жуылған жасымығымызды саламыз. Суы құрғатылғанша осылай қуырып аламыз. Енді үстіне салқын суымызды құямыз. Суымызды құйып алған соң, қазанымыздың қақпағын жауып, қатты отта қайнатамыз. Міне осылай қайнай бастаған кезде, енді астын жайғып, қақпағын кішкене ашыңқырап, жарты сағаттай қайнатамыз. Менде 45 минуттай қайнады. Қараңыздар, осылай суы тартылып. Енді осыны блендермен еземіз. Барлығын езіп алдық. Енді дәміне қарай қара бұршымызды, сосын тұзымызды қосамыз. Сорпамыз дайын болды. Енді бірден ыдысымызға құйып, үстелдің үстіне ұсынамыз. Бұл сорпаға лимонның осындай тілімдерін салып ішсеңіздер, өте дәмді болады. Осымен өте дәмді түрік халқының жасымық сорпасы дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсер. Келесі видеода кездескенше.